Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы орнында бұрылу, саптық және жорықтық адым. Сабақтың мақсаты оқушыларды орында тұрғандағы бұрылыстар тәсіліне, саптық және жорықтық адыммен қозғалысқа, қозғалыс кезінде бұрылыс жасауға үйрету. Әскери патриоттық рухты тәрбиелеу. Орнында бұрылу. Орнында бұрылулар: оңға, жарты айналым, оңға, солға, жарты айналым, солға, артқа бұрыл командасы бойынша орындалады. Артқа, солға жарты айналым, солға бұрылулар: сол қол жаққа қарай, сол өкшемен және оң аяқтың ұшымен. Оңға жарты айналым, оңға бұрылулар: оң қол жаққа қарай, оң өкшемен және сол аяқтың ұшымен орындалады. Бұрылулар екі әрекетпен орындалады. Бірінші әрекет: дененің дұрыс қалпын сақтай отырып және тізені бүкпей бұрылу керек. Дененің салмақ түсетін өкшеде бұрылатын аяққа түсіру керек. Екінші әрекет: қысқа жолмен екінші аяқты қою керек. Саптық және жорықтық адым. Қозғалыс адыммен немесе жүгірумен орындалады. Адыммен қозғалу қарқынына минутына 95-105 адым. Адымның ұзындығы 60-70 сантиметр. Сапта жүре қозғалыс жасаудың қарқыны минутына 165-180 адым. Мұндағы адымның ұзындығы 85-90 сантиметр. Адым саптық және жорықтық болып екіге бөлінеді. Саптық адым салтанатты шеруде қозғалыс кезінде, әскери сәлемдесуді орындағанда, әскери қызметші командирге келгенде және одан кеткенде, әскери қызметші саптан шыққанда және сапқа қайтып тұрған кезде, сондай-ақ саптық даярлық сабақтарында қолданылады. Жорықтық адым қалған барлық жағдайларда қолданылады. Саптық адыммен қозғалыс жасау саптық адыммен бас командасымен басталады. Жорықтық адыммен қозғалыс адым бас командасымен орындалады. Осы команда бойынша әскери қызметшілер 3 саптық адым жасайды да, одан кейін жорықтық адымға көшеді. Алдын ала берілетін команда бойынша дене біршама алға ұсталады. Орнықтылықты сақтай отырып, оның салмағын оң аяққа ауыстыру керек. Орындалатын команда бойынша қозғалыс сол аяқтан толық адыммен басталады. Саптық адыммен қозғалыс жасар кезде аяқтың ұшын анағұрлым еркін созбай, аяқты жерден 15-20 сантиметр биіктікке алға көтеру және табанды нық басу керек. Сабағымыз ары қарай толығырақ түсінікті болу үшін арнайы дайындалған видеоға назар аударыңыздар. Оңға, солға, артқа бұрыл. Пәрмендер бойынша орындалады. Артқа және солға бұрылу сол жаққа қарай, сол өкшемен және оң аяқтың ұшымен жүргізіледі. Оңға. Оңға бұрылу оң қол жаққа қарай, оң өкшемен және сол аяқтың ұшымен жүргізіледі. Бұрылыстар екі тәсілде орындалады. Бірінші тәсіл дененің тік қалпын сақтай отырып және тізелерді бүкпей бұрылып, алдыңғы тұрған аяққа дененің салмағын салу керек. Екінші тәсіл қысқа жол арқылы екінші аяқты тез арада қою керек. Адым саптық және жорықтық болады. Саптық адым бөлімшелердің салтанатты шеруімен жүріп өту кезінде, олардың қозғалыс кезінде, әскери сәлемдесуді орындау кезінде, әскери қызметші саптан шыққанда және сапқа қайта келгенде, сондай-ақ саптың даярлық сабақтарында қолданылады. Басқа жағдайларда жорықтық адым қолданылады.
Саптық адыммен қозғалыс жасау, саппен адым бас қозғалыс кезінде Саппен адымда. Адым бас. Ал жорықтың адыммен қозғалыс жасау адым бас пәрмені бойынша басталады. Алдын ала берілетін пәрмен бойынша дене біршама алға беріледі. Оның салмағын, орнықтылығын сақтай отырып, оң аяққа салу керек. Орындалатын пәрмен бойынша қозғалыс сол аяқтан толық адыммен басталады. Саптың адыммен қозғалыс кезінде аяқтың ұшын жерден 15-20 см жоғары көтеріп, аяқты алға созады және табанға андап қояды. Иықтан бастап қолдармен дененің айналасында қозғалыс жасау керек. Алға, оларды шынтақта денеден алақанның еніндей ұстап, белдіктен жоғары көтерілетіндей бүгіп, ал шынтақ қолдың білегінің деңгейінде болу керек. Артқа, иық буынының шегіне жеткенше, қолдың саусақтарын жартылай бүгіп, басты тік ұстап, өзінің алдына қарай қарау керек. Жорықтық адыммен қозғалыс жасау кезінде аяқтың ұшын созбай, еркін қозғап және оны жерге әдеттегі жүрістегідей қою керек. Қолмен дененің айналасында еркін қозғалыс жасау керек. Жорықтың адыммен қозғалыс жасау кезінде тік тұр пәрмені бойынша саптық адыммен көшу керек. Саптық адыммен қозғалыс жасау кезінде еркін тұр пәрмені бойынша жорықтық адыммен жүру керек. Орында тұрып адым жасауды көрсету. Орында адым бас. Қозғалыста орныңда пәрмен бойынша жүргізіледі. Осы пәрмен бойынша адым аяқты көтерумен және сүрумен көрсетіледі. Бұл ретте аяқты жерден 15-20 см көтеру керек және оны ұшынан бастап табанға қол қою керек. Қол адамның ырғағымен қозғалыс жасау керек. Сол аяқты жерге қоюмен бір мезгілде берілетін тура пәрмені бойынша оң аяқпен орында тағы да бір адым жасап және қозғалысты сол аяқтан толық адыммен бастау керек. Бұл ретте алғашқы 3 адым саптық болу қажет. Қозғалысты тоқтату үшін пәрмен беріледі. Мысалы, Қатардағы жауынгер тұрдай. Тоқта. оң немесе сол аяқты жерге қоюмен бірге бір мезгілде берілетін орындалатын пәрмен бойынша тағы да бір адым жасап саптық дұрысты қабылдау керек. Қозғалыстың жылдамдығын өзгерту үшін пәрмендер беріледі. Қарышта. Қысқа адымда. Жи адымда. Жарты адым. Алты адым. Жекелеген әскери қызметшілердің орнын бірнеше адымға басқа жаққа ауыстыру үшін пәрмен беріледі. Мысалы, Қатардағы жауынгер тұрдай. Оңға 2 адым бас. осы пәрмен бойынша әр адымнан кейін аяқты ыңғайлап қоя отырып, оңға 2 адым жасау керек. Алға немесе артқа бірнеше адым орын ауыстыру үшін пәрмен беріледі. Мысалы, 2 адым алға бас. осы пәрмен бойынша әрбір адымнан кейін алға 2 адым жасау және аяқты қою керек. Оңға, солға және арқа орын ауыстыру кезінде қолмен қозғалыс жасалмайды. Қозғалыс кезіндегі бұрылыстар. Оңға. Солға. Оңға бұрылыс жасау үшін орындалатын пәрмен жерге оң аяқты қоюмен қатар бір мезгілде беріледі. Осы пәрмен бойынша сол аяқпен бір адым жасап, сол аяқтың күшімен бұрылу керек. Бұрылумен бір мезгілде оң аяқты алға созу және қозғалысты жаңа бағытта жалғастыру керек. Артқа бұрыл. Артқа бұрылу үшін орындалатын пәрмен оң аяқты жерге қоюмен бір мезгілде беріледі. Осы пәрмен бойынша сол аяқпен тағы да бір адым жасау керек. Сабақты бекіту сұрақтары. Саптық адым қандай жағдайларда қолданылады? Қозғалыс жылдамдығы қандай командалар арқылы өзгертіледі? Үй тапсырмасы. Оңға, солға және артқа бұрылу командаларын орындаңдар. Саптық және жорықтық адыммен қозғалыс жасап үйреніңдер.